8 ғасыр, қазақ даласы. Ұлан ғайыр атырап, ертіс пен еділдің, арқа мен алатаудың арасы, қазақтың алтын бесік ата жұрты. Әгәрәкей, кімдегі осынау қасиетті жерімізге көз алартып, шырқымызды бұзар болса, өз қанына өзін тұншықтырарымызды біліп қойған абзал. Қазақтың ханы Абылай. Білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік. Білімге сенер заманда қапы қалып жүрмелік. Келесі ұрпақты білімді қылып өсіру керек. 20 ғасырдың басы қазақ халқы үшін қасіретті жылдардың бірі болды. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Болашақ білімді жастардың қолында. 1932 жыл. Аштықтан әлсіреген халықтың көзінде үміт жоқ. Бір түстен нан арманға айналды. Құлаққа жылаған ананың зарлы дауысы ғана жетті. Қазіргі заман. Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясы. 7-ші сынып оқушыларына елдің париоты кім атты тәрбие сағаты жүріп жатыр. Балалар, тыңдап отқандарыңыздай, қазақ халқы қаншама ауыр тағдырды бастан өткізді. Біз бен сіздің осынау байтақ даламызда бақытты өмір сүруіміз үшін өз жанын қиды. Сол батыр бабаларымыздың аңсаған арманы қазіргі тәуелсіздіктің қадірлеп қастерлей білуіміз керек. Сол тәуелсіздік үшін, болашақ үшін біз білімді болуымыз керек. Қазіргі заманның батыры білімді болып елінің өркендеуіне үлесін қосқан адам.